Тәулігіне қанша уақыт ұйықтау керек? Көпшілігімізге 3-8 туралы ереже секілді белгілі. 8 сағат жұмыс үшін, 8 сағат демалыс, 8 сағат ұйқы үшін. Шынымен көпшілік адамдар 8 сағат ұйқыға әдеттенген. Ерекшеліктері де бар. Мысалы, Наполеон 5 сағаттық ұйқыны жөн санаған. Эйнштейн болса 12 сағат ұйықтайтын болған. Леонардо да Винчи 4 сағат сайын 15 минуттан ұйықтаған екен. Тәулігіне 1,5 сағат ұйқыны қанағат тұтқан. Негізінде ұйқының жетіспеушілігі ағзаның қорғаныс күшін азайтып, жүйке жүйесінің жұмысын бұзып, ашуланшақтық, зейінсіздік, есте сақтау қабілеті нашарлайды. Ұйқы қанбауы гипертонияны, диабеттің 2 түрін, ұйқысыздықты, меңіреу жағдайы, артық салмақ қосуды тудырады. Тым көп ұйықтау да зиян. Зерттеулерге қарағанда күніне 7 сағаттан артық ұйықтайтындар ерте қайтыс болатын адамдар санатына кіреді дейді. Ұйқы қанбау немесе тым көп ұйықтау суицидтік бейімдердің пайда болуына әкеледі. Олардың көпшілігі ұйқыға қатысты проблемаға шалдыққандар болады дейді зерттеушілер. Көптеген зерттеушілер өз ағзаларының талабына құлақ асуы керек дейді. 5 сағаттық ұйқы барысында сергек сезінсеңіздер, онда 5 сағат қана ұйықтасаңыздар болады. Керісінше де солай. Сіздің ағзаңыз осындай ұзақтылықты талап етеді деген сөз. Ең бастысы ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.